пропорция құрастырмаймыз, яғни өзіне тең деп аламыз. Осы зат мөлшері, яғни бұл кремний. Химиядан тест жаттап шашадың ба? Олай болса, менің каналыма тіркеліп ал, өйткені менің каналымда тест жаттамай-ақ химияны оп-оңай қарапайым тілде түсініп алуыңа болады. Бүгінгі үйренетін есебіміздің берілгені мынадай. Массасы 24,5 грамм кремний қышқылымен әрекеттесетін барий гидроксидінің массасы делінген. Достар, менде осындай тест нұсқасы бар, яғни интернет желісінен алынған тест нұсқасы. Осыларды мен шығарып сіздерге үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Есепке қажетті біз реакция теңдеуін жазып алдық, яғни мына жерде кремний қышқылы делінген, яғни H2 цилициум O3, яғни кремний дегеніміз осы цилициум, мынау қышқыл. Бірінші орында сутек тұрса, біз қышқыл деп атаған болатынбыз, яғни қышқылы барий гидроксидімен әрекеттескен деп тұр. Яғни бұл жерде осындай реакция жүреді, яғни барий силикаты және су бөлінген. Теңестіретін болсақ, яғни судың алдына 2 қойған кезде бізде реакция теңдеуі теңеседі. Ал енді біз берілген шамаларды осындай реакция теңдеуінің төбесіне жазып шығайық. Яғни бірінші кремний қышқылы 24,5 грамм. Және барий гидроксидінің массасын табу керек. Салынаны мен түзу сызық етсем белгілі, мынау белгісіз. Мысалы, мен бұны бұлай иірек сызам. Енді белгілі зат бізде масса берілген. Бүгінгі үйренетін, білетін формуламыз зат мөлшерін табу формуласы қолданылады. Ең басты формула. Яғни бұл бойынша бұл жерде зат мөлшері тең массалар қатынастары, яғни кішкентай m бөлінген үлкен m-ға. Кішкентай m бұл зат массасы, яғни бізде берілген 24,5 грамм бұл зат массасы, үлкен m бұл mr-ға тең. mr дегеніміз молекулалық масса, яғни әр атомның массаларын бір-біріне қосқан кезде, яғни бұл m-ді береді екен, яғни мольдік массаны береді екен. Бұл жерде жай ғана осы 24,5 грамм берілген болса, мысалы масса берілген, осы зат мөлшерін тауып аламыз. Яғни кремний қышқылының зат мөлшерін тауып алатын боламыз. Мінекей достар, 24,5 берілген зат массасы бөлінген 78-ге. 78 деп отырғанымыз, яғни кремний қышқылының молекулалық массасы, яғни m-ға тең. Мысалы 16, тек 16-ны 3-ке көбейтеміз, қосамыз 28-ге, яғни кремний кесте бойынша 28 массасы, сутек 1-ді көбейтеміз 2-2, барлығын қосқанда 78 болады екен. Сол кезде 24,5 78-ге бөлгенде 0,314 шексіз сан болады. Яғни 314-тен кейін әрине сандар бар, бірақ біз өтерден кейін кем дегенде 3 санды алатын боламыз. 0,314 моль зат мөлшеріне тең екен. Енді әрі қарай біз барий гидроксидінің массасын табу үшін не істейміз? Әрине осы зат мөлшерін алып, жай ғана мына формуланы түрлендіреді екенбіз. Сол кезде масса тең не көбейтілген m болады. Енді осы мәндерді қойып шығайық, яғни масса тең не көбейтілген m. Енді бұл барий гидроксиді үшін, өйткені біз масса тауып отырмыз. Осы зат мөлшерін мына формулаға қоятын боламыз. Өйткені қараңыз, реакция теңдеуі бойынша бізде алдарында коэффициенттері 1/1 болып тұр. Сондықтан да біз пропорция құрастырмаймыз, яғни өзіне тең деп аламыз. Осы зат мөлшері, яғни бұл кремний қышқылының зат мөлшері болатын болса, бұл зат мөлшері бізде барий гидроксидінің зат мөлшеріне де тең болады. Өйткені химиялық реакция теңдеуі бойынша мына алдыларында коэффициенттері 1/1, яғни зат мөлшерлері бір-біріне тең деген сөз. Сондықтан да дәл осы зат мөлшерін алып көбейтеміз оның mr-ына, яғни барий гидроксидінің mr-ін есептеп алатын боламыз. Яғни сутекке қосамыз 16-ны, 1-ді 16-ға
көбейтеміз 2-ге 10 қосамыз 137, яғни баридікі 137. Мына жерге мәндерін қоятын боламыз. Мінекей достар, 0,314 көбейту 171, яғни 171 дегеніміз барий гидроксидінің мрі. Ол мр бізде м-ға тең дедік. Яғни мына жерде осы формуланы түрлендірдік жай ғана. М тең мына екеуінің көбейтіндісі. Нью көбейтілген м, сол кезде мәндерін қояйық. Нью деген зат мөлшері, мынау зат мөлшерін алдық. Көбейту 171. Бұл мынау барий OH-тың мрі. Көбейткен кезде 53,7 грамм болды. Яғни осылай сіз есепті шығаратын боласыз. Егер сізге осы есеп түсінікті болатын болса, комментарийге түсінікті екендігін белгі беріп кетсеңіздер. Назарларыңыз үшін көп рахмет.